Жолдыбай базар, ұқсас тағдырлар, әңгіме. Перденің ашық қалған тұсынан енген таңның бозамық белгілерінен бөлме ішінің қараңғылығы аздап сейіліңкіреді. Айнала оңған шүберектей бозара түскен. Айман пердені ысырып сыртқа үңілді де, кеше түстен кейін жауа бастаған қара әжептәуір өндіріп тастапты. Әлі де жауып тұрма қалай деп іштей күбірледі. Тыстағы ызғарды жан дүниесімен сезінген Айманның бойы қалтырап кетті. Пештің қызуы әлдеқашан басылып қалғандықтан үй іші салқын тартқан. Ол көрші бөлмеде жатқан енесі мен кішкентай ұлы Қасымды оятып алмайын деп есікті ақырын ашып, дәлізге шықты да сырт киімін киді. Осы кезде енесі Қалампыр өз бөлмесінің есігінен басын қылтитып, келінінің от жағу қамымен тысқа шығып бара жатқан біліп тұрса да, зілдене сыбырлай: «Немене таң қараңғысында тұрып алып, қайда бармақсың?» деп жақтырмай көз тастады. Келініне ылғиды жекіп сөйлеу Қалампырдың үйреншікті әдеті. Енесінің шымбайына батыр айтатын сөздерін ести Айманның да еті өліп кеткен. Сондықтан кейуананың кезекті кейісті сөзіне шамдана қоймайды. Айманның бұл шаңыраққа келін болып түскеніне биыл 6-шы қыс. Осы 6 жылда бұл кемпір Айманға дауыс көтере сөйлеуінен әсте жаңылған емес. Ол бәріне көніп, жауап қатудың орнына үн-түнсіз, түк болмағандай үй ішілік күйкі тірлігін жалғастырып жүре береді. Келіннің өзіне қарсыласпай, сөз қайтармай құтылатындығына ызасы келе ме, бәдіктің сөзіне құлақ асып не опа табам деп ойлайды дей ме, бәлкім мұның мінезінің тым жұмсақтығы мен момындығына налый ма, әйтеуір Қалампыр Айманға тіл тигізе бастаса, бүкіл үйді басына көтеріп үдете түседі. Айман енесінен көрген жәбірін осы уақытқа дейін бірде-бір рет тісінен шығарып, көрші қоланға төркініне айтпақ түгілі сездірмеуге тырысатын. Бұл оның табиғатының момындығынан болар. Жоқ, олай емес. Қанша жерден қолға үйренген қоңыр қозыдай жуас болғанымен, тіл барда ішкі сарайдағы сұрықсыз мұңды сыртқа шығармау мүмкін емес қой. Мұның себебі мүлде басқа. Ол енесі қаншама зіркілдеп жатса да өзін іштей жақсы көретінін, жүрегінде келінін өзімдікі, менің келінім деп емдену сезімі бар екенін терең түсінетін. Оның үстіне кімде-кім өзінен туғанға жекіп сөйлесе, ол сөз көңілге қаяу түсірмейтіні, ал өзінің құрсағынан шықпағанға дауыс көтеру жүрекке ауыр тиетіні әлімсақтан қалыптасқан қағида екенін білетін Айман, енесінің өмірдің осы бір заңдылығына қарсы өз шама шарқынша күрес жүргізіп келе жатқан анық байқайтын. Сонымен қатар ақ кебін киіп, суық көрдің сызды топырағына жамбасы тигелі біраз болған марқұм шешесінің: «Қызым, өсек тасып өрісіңді тарылтып жүрмегей, жеңілтек болма, ол көп нәрседің байыбына барғызбай, арзан қол, жайтақ, бір қарағанда әйбат, жақыннан өңілсең сүреңсіз дүниелерге үйірсе кетіп, түйсігі тайыз, бақытын шалқыған мұхиттан көрі көлбақалар құжынаған сасық сулы көлшіктен іздейтін, одан әрі шарықтауға шамасы жоқ адамдар санатына қосады, малдандырып тағдыр таяғының астында қалдырады. Ал төзімділік сенің баянды ғұмыр кешуіңе, отбасың мен ортаңның құрметіне бөленуіңе жол ашады» деген аналық сөзінің әсері де Айманды сабырлылыққа, салмақтылыққа, Қалампырды марқұм күйеуінің шешесі екендігін бір пәстестен шығармауына септігін тигізетін. Айман жоғары сыныптарда оқып жүрген кезінде қызығы мен думаны мол, жастық шақтың ажарын аша түсетін, бар әсемдік пен сұлулық, өмір мәні сонда деп есептелінетін үлкен қалалардың біріне оқуға түсіп, одан әрі атақты жандардың арасынан орын алып, солар секілді ел аузында есімі жүретін адам болсам деп ойлайтын, қиялдайтын, үміттенетін. Бірақ бақытты балалық шағы бойжеткен бұла күні. Мектепті бітірген кез жақындаған сайын оның ой арманы, қиялындағылары діттегеніне қалайда жетем деген сенімін семіртіп, серпілте түсетін. Ол арман тілегімнің орындалмауы мүмкін емес деп есептейтін. Үміті күн нұрымен шағылысқан алтын күмбездей жарқырай көрініп, сол күмбезге саты қойып, оп-оңай шыға салатындай көрінетін. Қайдан? Жүрегін қытықтап, самал желдей аймалап, алысқа құлаш ұрғызған, ел жүретіп, мен мұндалап қол бұлғаған, санасын санға,
ойын оңға бөле мазалаған биік арманы, ізгілікті үміті бірте-бірте тіршілік шырмауығына шырмалып, соңында ғұмырдың мәні атақ, даңқ, биік мансап, жұрт алдында жарқырап көрінумен ғана өлшенбес. Маңдайға жазылған жазмыштың, тағдырдың несібін қанағат тұтып, көңілге арқау етіп, ел қатарлы қалтарыста қалып қоймай, отбасылық бақыт пен алдамшы өмірдің алдан берер арызығынан құр қалмай, бала өсіріп, шаттықты өзі құрған шаңырақтан іздеудің өзі де керемет бір дүние емес пе дегендей ой тұжырымдарға ұласып, өзін-өзі жұбатып, алдаусыратқаны бар еді. Айман күйеуге шыққанда 19 жаста болатын. Шешесі өмірден озған соң әкесі бір жыл өте шаңыраққа өгей шеше кіргізді. Әпкесі мен екі ағасы аяқтанып, өз алдарына отау көтерді де, бұған қарайласуға мұршалары келмей кетті. Пешенеге бұйырған өгей шешенің жайсыздығынан жан дүниесі құлазыған Айманның жоғары оқу орнына түсем деп талпынғаны әдіре қалды. Өйткені кейінгі жылдарда орын алған үй тұрмысының жұтаңдығы қолды матап, мойынға бұршақтай киілген еді. Ақыры көңіл жарасып, тілек қосылып, тағдырдың мұнысына да шүкір, қалаған жігітіне тұрмысқа шығып тыныштапты. Бірақ бұл қызықта ұзаққа созылмады. Күйеуімен небәрі 2 жылға жетпейтін ғана уақыт отасты. Егер ажал араға килікпегенде осылай жалғыздықтың жапанында шөлдіркеп, бар қызығын жартылатып алар ма еді? Әйтеуір жалғызы Қасымның қасында болғаны жанына жұбаныш. Күйеуімен бірге өткізген аз ғана уақыт өмірінің ең бір шуақты, нәрлі кездер екен ғой. Нұрбақ Айман дегенде құрақ ұшып, құрметпен қарауы күн өткен сайын арта түскен. Ол шешесінің қыңыр мінезінен қысылып, бұған енесінің орынсыз тіл тигізіп жатқан кезінде екі оттың ортасында тұрғандай сезініп, Айманға байсалды болуға көз қиығымен ишарат жасайтын. Түнде жеке қалғанда ренжімеш, апамның осындайы бар, бірақ көкейінде зілі жоқ, сені сөзімді көтереді, көңіліне ауыр алмайды дейтін шығар деп шешесін жамандыққа қимай, бір жағынан Айманның да көңілін тауып, ара ағайынды қызметін ойдағыдай атқаратын. Айман Нұрбаққа, неменесін қиналасың, мен түсінбейді дейсің бе деп еркелей тіл қататын. Ол да бір келмеске кеткен ләззатты күндер екен-ау. Босанып перзентханадан келгенде күйеуінің қуанышын көрсеңіз, шешесінен қысылып, нәрестенің жанына жолай қоймайтын, бірақ оңаша қалғанда шексіз, ессіз, балажандықпен өбіктеп, рақаттана қуанышын жасыра алмай, соңында жұбайын ыстық құшағына көміп, құмарлана аймалайтын. Өмірде сәттілік пен сүреңсіздік қатар жүреді. Нұрбақты ойласа болды, бірге өткізген тәтті ләззат сыйлаған күндер тізбектеле көз алдына келе қалатты, артынша қара жамылдырған қаралы күндер жұтынып шыға келеді. Күйеуің жол апатынан қаза болды деген суық хабарды естігенде естен тана құлаған жас келіншек өлмеген соң осылайша тіршілігін іштен тынып жалғастыра берген. Алғашқыда Нұрбақ мерт болды дегенде сенбей, кеткен жағына қарайлап жол тосып, оның бұл дүниеден қайтқанына сене алмай, әлде бір жақтан аулаға кіріп келетіндей көрініп, алдамшы сенімнің жетегінде жүрді. Одан кейін де дәлірегі мәйітті қорымға алып бара жатқанын, шығарып салу ғұрпын көзбен көріп, білгенмен де жамандықты маңына жақындатқысы келмей, оны өлдіге қимай аласырып баққан еді. Бірақ уақыт өте келе жолға қарап елеңдеуін, алдамшы сенімін сейілтіп, шындықты мойындамасқа лажы қалмаған. Енесіне де жеңіл тиген жоқ. Жарықтық тағдырдың тәлкегін көріп алайын дегендей, ішкі дүниесі езіліп, еңіреп тұрса да белін бүкпей, сырт көзге сыр бермей шыдап бақты. Мықты екен. Күн ертең не боларын жұмбақтап ұстайтын меңіреу өмірдің менмендігіне менменсініп жауап берген қайсар жан бар ермегім, бар байлығым осы деген сыңай білдіргендей, немересін қасынан бір елі тастамай, әрбір тәй-тәй басқан адымын бақылап, аст үстіне түсіп, бәйек болатта жүреді. Одан басқа не қалды? Қаралы күндердің қабағы ашылмай, түңілігі түрілмегеннен қайғыға бірте-бірте еті үйреніп, күрсіне бәріне де лашсыздан көне білгенге дейін ене тарапынан туындайтын кейісті үн біршама үзіліп қалған еді. Дегенмен, күн өте ененің үстемдігі қалпына түсті. Алайда бұл үстемдік арақатынаста алшақтатпай, қайта жақындастыра білді. Мұның сыры ортақ қайғының жүгін екеуі тең бөліп көтергендерінде жатыр еді. Енесі сыртқа қазымыр көрінгенімен, шын мәнінде жомарттыққа қара жаяу еместі.
Отбасының азынаулы қаржысы осы үйге келін болып түскелі Айманның қалтасында. Керек жарақ азық түлік сатып алу өзінің еншісіндегі іс. Мұндай істерге енесімен ақылдаспақшы болса, өзің білсе ешқашанғы мені айналдыра бересің деп тізгініне жармаспайтын, оны мұныға келіге бермейтін. Келін мен бала үй ішілік тірлікте үлкендермен ақылдасып отырмаса, оларды басыну, керек етпеу, отбасынан оқшаулап, бөліп тастау деп санайтын Айман алда-жалда өздерің біліңдер десе де көңіл үшін бір мезгіл мән жайдан хабардар етіп отыру керек деп оғатын. Айман бұл жағынан келгенде ағаттыққа бармапты. Қалампыр зейнетақысын алған күні той-томалақ, өлім-жітімге барғанда кәдеге беретін азын-аулақ теңгені алып қалатты, қалғанын мұртын бұзбай келініне ұстатады. Бұл отбасы қаржыдан кемдік көрген емес. Қалампырдың зейнетақысы шай-пұлға жетсе, басқа да қажеттіліктерге қолдағы 30-ға жуық майда мал мен сүті қою 2 сиырдың өнімі төтеп береді. Нұрбақ мұғалімдік қызмет атқарып жүргенде еңбек ақысын жинап, тағы біраз уақ мал сатып алмақшы болып еді шешесі: «Қой балам, осы қолдағыны кемітпей, сол күйді ұстап тұрсақ та болады. Көбейген сайын бейнеті де арта түседі. Өзің мектептесің, мен болсам қайбір жетісіп жүрдейсің, айналып келіп, мал күтімі Айманға жүктеледі. Қазан ошақтың тірлігі тағы бар» деп тоқтатып тастаған. Міне осылайша бұл отбасы осы қолдағы малдың басын кемітпей, не көбейтпей жылдағы өнімін жаратып, күндерін көріп келеді. Қалампыр Айманды осы уақытқа дейін Айман немесе келін деп атаған емес, тек қызым дейтін. Айман алғаш келін болып түскен жылы енесінің: «Қызым, ананы сыйламау азғындық. Шешеңнің өлген күнін ұмытпай, әзір мүмкіндік бар ғой, төркініңе бір қойыңды, тәтті пәттіңді, нан паныңды алып барып, ағайындарыңды жинап, Құран оқытып, оны бір жылмен ғана шектемей, әр жылы қайталап тұратын бұл. Мен қолыңды қақпайым, шешемнің әруағын оятып еске алам. Бұл менің оған көрсеткен құрметімнің белгісі ғой» деп ойлайтын адамға қарсы болады деймісің. «Шешең байғұс қызығыңды көре алмай кетті» деген сөзі Айманның құлағында шешесі қайтқан күн жақындағанда жаңғыра түсіп, төркінде енесін ертіп барып, ағайын туыстарын жинап, анасына Құран бағыштатып қайтатын. Оның үстіне енесі марқұм баласының құлағына қайта-қайта құйып жүріп: «Балам-ау, әйеліңнің анасын сыйламасаң, әйелің мені сыйлар деймісің? Бар, Құдағидың басына жұрт қатарды қоршау орнат, ол да сенің шешең ғой. Екі қайнағаң мен қайынбикеңнің мүмкіндіктері болмай жүрген шығар» деп шешесінің басына белгі орнатуға мұрындық болғанда өзге емес, осы Қалампыр апасы. Осының бәрін көңілінің жылы жеріне сақтаған Айман енесінің қайрап ысыла түссін, тірлігіне мығым болсын деген пиғылмен дауыс көтеруін қалай ғана көңіліне ауыр алсын. Енесінің қадірі Айман үшін күннен күнге арта түскендей. Осыдан 2 апта бұрын Қалампыр апа тұмауратып, қызуы көтеріліп ауруханаға түскенде, Айман енесінің орны опырылып, өңірейіп қалған сесті. Қашан үйге келеді екен деп тағатсыздана күтіп, сол күткеннен қайтып келмейтіндей үрейленіп, жан дәруі жалғызы жанында болса да, ішкі дүниесі құлазып, шыдамы таусылы әрнені бір ойлап, Қасымды құшағына қыса, білдірмей көз жасына ерік берген еді. Енесі 10 күн ауруханада жатқанда Айман күн құрғатпай барып тұрды. Апасы оған күн сайын келе бермеуін ескертсе де, онысын тыңдамай, ыстық тамағы мен сүт, майын үстемелеп алып барумен болды. Келіннің келуін тоқтатпасын білген Қалампыр бірде: «Қызым-ай, өзіңнен басқа маған қарайтын кім бар? Марқұм Нұрбақ балам адал жар тауып, сөзімді жерге тастамайтын, тұзымды ақтайтын адамды жаныма қалдырып кеткеніне о дүниеге сеніп аттанған екен ғой. Маңдайыма жалғызымды сыйдырмағанымен оның орнын жоқтатпайтын, Нұрбағымның жүрегін көрге көмбей, мойныма тұмардай тағып алған қызымды берген Тәңіріме алғыстан басқа не айтайын» деп Айманды бауырына қысқан болатын. Ғұмырында бірінші рет енесінің құшақтағаннан Айманның көңілі босап, жасын зорға іркіді. Мейірімді, қажет болса қатал бола білетін, кезі келсе қанттай еріп ерекше бір тәтті күйге бөлейде алатын адуынды кемпірдің құшағы оған ерекше әсер етті. Жан сарайына сиқырлы нұр құйылғандай болды. Сол сәтте бейне бір өз анасы тіріліп келіп, маңдайынан сипағандай болды. Шіркін, өзіңдікіне не жетсін. Күйеуінің жылдық асын атқарғаннан кейін әкесі мен өгей шешесі, ағайындар
ауыл ақсақалдары жиналып, жалғыздық құдайға ғана жарасат, реті болса, теңі табылса, жолынан қақпай, келініңізге рұқсат беріңіз деп Қалампырдың алдынан өткен. Енесі, рұқсат Алладан болсын. Жас адамды үйде қамап ұстамайым, еркі өзінде деп келісімін берген. Кісі аяғы басылғаннан соң екеуі оңаша қалғанда Кейуана, қызым, көзді ашып жұмғанша уақыт шіркін демдемес пе? 1 жылда өте шығыпты. Енді өз билігің өзіңде, сөз салып келгендер болса, менің көңіліме қарамай бақытыңды тап. Мені үйден қуып отыр деме, менікі сенің жайыңды ойлағандық деген. Айман жүзін төмен салып, апа, бұл не дегеніңіз, сізді тастап қайда бармақпын? Нұрбақтың отын өшіріп, не опа таппақпын? Осы үйден шығып, ешқайда бармайым дегенді. Сонда Қалампыр кемсеңдеп, я, саған да қиын. Сені мазалап тұрған Қасымның жайы болар. Балаға өзінің туған анасынан артық кім бар? Екеуіңді ажыратпайым. Тек анда-санда іздеп келіп, бір иіс кетіп тұрсаң, маған сол да жетеді. Нұрбағымның көзі емес пе деп, жанарына үйірілген жасты күштеп тоқтатып, өзін әрең басқан. Айман, апа, мені дәл қазір ұзатайын деп отырғандай болдыңыз ғой. Не десеңіз де бәрібір, сіздің қасыңызда қалам деп, жүзіне күлкі ұялата орнынан тұрып кеткен. Қалампыр сол кезде келінін тоқтатып, қызым, бұл іске жеңіл қарама. Сонда сен менің тағдырымды қайталамақшысың ба? Осы шаңырақтың астында бір сарында ұқсас тағдыр елдері мекен етпек пе? Жалғыздықтың отына күйіп, аязына тоңып, аптабында шөлдеп, жалғыздың қамымен 50 жылға жуық өмірімді өткізіппін. Осы аралықта не көрмедім. Ғұмыр болған соң неше түрлі тауқымет, арқанға батыр азап пен қынжылысты қиындықтар кездеседі емес пе? Бірақ бұлардың ішінде ең пәрмендісі жалғыздық пен жазалану екен. Бұл жалғыздық деген жалмауыздың құзырында өмірін өткізген менің пайымым. Дегенмен сол бір сарында сырғып өткен, өзім сүреңсіз жылдар деп есептейтін кездеріңде өзіндік қуанышы, алданышы, шамшырақтай жарқыраған үміті болды. Оның бәрін жоққа санасам күпірлік болар. Тағдырдан алған азғана сыйымды қанағат тұтып, малдануыма Нұрбағым себеп болды. Барлық қуанышымды баламнан күттім. Сен босағамнан аттағанда еңбегім жанды, сүтім ақталды деп сыртқа сыр бермесем де іштей масаттанып құлпырып жүредім. Тәңірім көп көрді ме? Аяқ осылай болды. Енді Қасымды қайда жүрсең де аман есен өсіріп, ел қатарына қоссаң, Нұрбақтың отын өшірмегенің деді. Сол әңгімеден кейін Айман түнімен дөңбекшіп, ұйқысы келмей, таңды көзбен атқызды. Сонда қалай, шынымен бұйрық болып өзгенің етегінен ұстап, ұлымды ертіп кете барсам, байғұс кемпірдің күні не болмақ? Мұна 4 қабырғаға қарап, күрсініп, түңіліп, құлазып, жалғыздықтың уыншып қалай күнін өткізбек? Ал өзім жеке салт кетер болсам, құрсағымды жарып шыққан Қасымым қайтпек? Ол әлі жас. Әкеден бұлай айырылып, шешеден тірідей көз жазған баланың алдағы тағдыры қай қиырға бет бұрмақ? Оны осы үйге тастап кетсем, жетімдіктің тақсіретін әжесі сездіре қоймаса да есейе келе, менің әкем қайда, шешем қайда десе, кімнен жан тұшытарлық жауап алмақ? Әжесінің де төрінен көрі жуық. Құдай бетін аулақ қылсын, тфә. Егер апам олай-бұлай болып кетсе, буыны қатпаған балғын бала, әжесі мен шешесінің қолдан қасақана жасағандай көрінетін ұсқынсыз тағдырының жемтігіне айналмай ма? Жылдар жылжып қайта табысқанымызбен шытырманды шырғалаңның ылаңы туындап, арадағы уақыт салған соқпақты кедергілерді аттап өтіп, бәрінде қалпына келтіре аламыз ба? Туған шешесінен жерініп кетсеші? Жоқ, мүмкін емес. Бала мен ана арасындағы көзге көрінбейтін табиғи байланыс ешқашанда үзілмейді. Тек түрлі кедергілердің әсерінен байланыс жібі шаң тозаңға көміліп, көмескіленіп кетуі ғажап емес. Бірақ оны тазартып, жаңғыртып, жарқырата жарыққа шығаруға болады. Ол ана мен баланың парасаттылығына, бірін анам, бірін балам деп шынайы сезіне білгендігіне, қысқасы өздеріне байланысты. Егер баланы өзімен бірге ала кетсемші, болашақ өгей әкесімен түсінісіп кетеме жоқ па? Ұлыма өгейліктің дәм тұзын таттырмай-ақ қойсам қайтеді? Байғұс кемпір, баланы ала кетсем, онда мен өзімнің күйімді күйттеп,
басқаның бар жоғымен санаспай, оның да адам болғанда да бейтаныс біреу емес, өзімнің туған енем екендігіне қол сілтеп, онсыз да жан жарасы асқынған, дәрі іздеп күндіз түні аһ ұрып, жүрегінде сөнуге айналған сәулені үміттің үлбірек самалымен үрлеп, қайсарлықпен жан таласа, жасымаудың, мүжілмеудің қарекетін қолынан келгенінше жасап жүрген кәрі кемпірге қиянаттың қылышын сұғып, сұлатып, қансыратып кеткендей, қандықол қарақшы қаныпезер қан сорғыш, өзінен басқа түкті де ойламайтын өзімшілдің нақ өзі болып шықпайын ба? Әкем мен шешемнің маған берген тәрбиесінің нәтижесі осындай болмақ па? Қасымды әжесінің қойнынан суырып алу, енесін өз қолмен суық көрге лақтыра салғанмен бірдей емес пе? Маздатып жаққан соңғы сәулесін кемпір байғыз үрлеп еткен әлсіз желтең тұрса, өшіріп алмайын деп барын сала, байыз таппай жүрген жоқ па? Мен сонда оның алданышын, соңғы сәулесі үмітін, айырлығымды оята жалп еткізіп өшіріп, сәулесінен айырып, қараңғы, түпсіз тұңғиыққа қамалған кемпірдің дым көрмей қалған өз пайдама асырып, өмір сүре түсуге итермелеп тұрған сүйенішін, рухын, жан дүниесін ұры түскен үйдей астан кестегін шығарып, тонап, жан жарасына тырнағымды батырып кете бермекпін бе? Содан кейін өмірімде немен қалмақ? Қашан көргенше жан азабын иығым артып, итір қылжың күн кешпекпін бе? Ол түпкілікті шешімге келе алмады. Өйткені пенденің не десең де бәрібір өз қамын ойлайтыны, өзімшіліктің өніп шыққан бұтағы ішкі мені, маған да бір ауық көңіл аудар дегендей көңіл терезесінен әсіре күліп, басын қылтитып тұрады емес пе? Сол күні Айман өзін шын мәнінде үш жолдың айырығында тұрғандай сезінді. Бір жол өзін құрбан ету. Алдыңнан шақыратын да тұратын, қызығы мол тәрізді көрінетін жарқын күндерінен ерікті түрде бас тарту. Яғни екінші рет күйеуге шықпау. Екінші жол қарабасының қамын бәрінен жоғары қойып, перзентін соңынан ертіп алып, көңілі тартқан адаммен жаңадан отау құру. Дәлірегі енесін жалғыз тастап кету. Үшінші жол Қасымды әжесіне қалдырып, өз жөнін табу. Нұрбақтың жылы өткеннен кейін сөз салушылар табыла бастады. Бірі абысын ажындары арқылы емеурін білдірсе, бірі тура үйге келіп, мән жайларын түсіндіріп, Қалампырдың алдынан өтетін. Не десе де соңғы нүктені қоятын, шешімді айтатын Айманның өзі еді. Орай келіп тұрса да Айман біріне де келісім берген жоқ. Қалампырда келініне бір-екі рет бағыңды байлама, маған алаңдама дегені болмаса, онан арға бара қоймады. Сөз салушылардың көбісі таныс, көршілес ауылдардың адамдар еді. Сөз жатама біреуден біреу естіп дегендей танымайтын алыс шақтардан да келгендері болды. Айманның келісімін ала алмай тау шағылғандар мен жеңіл сөзге жел беруші кейбіреулер тарапынан бет ашылмаған қыздай қылым суын қарасаңшы, ол кемпірдің жайына бас ауыртып жүр деймісің? Оның көкейін тесіп жүргені енесі өлсе тамтас, бау шарбақ, мал-палды алып қалу ғой. Кемпірдің қанша өмірі қалды дейсің деген ыңғайсыз сөздер де айтылмай қалған жоқ. Мұндайда Айман жұрт не демейді, кімнің аузына қақпақ болғандайсың. Біреулердің осы іспеттес жөнсіз әңгімелерінен қашып, өз отбасымды тастап кете алмаймын деп ойлайтын. Әрбір қолға салып келушілер келіп кетсе болды, үй үшін көңілсіздік жайлап, Айман да Қалампыр да күрсінулерін жиілетіп, мұңайып қалатын. Өйткені ондайлар келген сайын екеуінің де ортақ қайғылары қайта жаңғырып, қай-қайдағылары естеріне түсіп, қапаланып қалатын. Араға ажал келігіп, күйеуінен ажырап қалған алғашқы кездерде Айманның қызуы шарпыған жас тәні күйіп жанып дегбірін алатын. Қазір бірте-бірте көңілі суып, ыстық сезімі басылып, жар төсегіне соншалықты аңсары аумайтын, қинала қоймайтын болып барады. Осыдан бір жыл бұрын абысыны Калима көрші ауылдағы әйел өлген Нұрлан деген жігіттің көңілін жеткізген. Калиманың жігітті тілмайын ағыза мақтап айтқан сөзінен кейін ойланып қалған. Содан 2 аптаға жуық жауабын бермей, екідай күй кешіп жүріп, ақыры болмайды деп кесіп бірақ айтқанды. Нұрланды Айман бұрыннан білетін. Ол өзінен 4 жас үлкен, ұзын бойлы, кең иықты, келбетті, көркем жігіт еді. Мінезде жұмсақ, тәрбиелі отбасыдан шыққан. Ауылындағы мектепте мұғалім болып жұмыс істейді. Қызуы сыртына тепкен, 25-тен енді ғана асқан, еркінен тыс адуынды сезімнің ыстық шарпуына төтеп беріп, салқынғанды мінезіне арқа сүйей білген Айман, сол 2 аптаның ішінде өзіне құшағын ашып,
күлімсіреп тұрған бақытын үркітіп жіберерін не бәріне қол сілтеп, оған еркелей қарама-қарсы жүрерін білмей, делдал беймаза күн кешкен. Осы күндер ол түнімен жар құшағын аңсап, нұрланмен қиялында қауышып, сезімнің отына әбден өртенген-ді. Бірақ жан-жағынан қаумалаған өзге сұрақтар еркіне жібермей, еңсесін езіп, шарықтауына мұрша бермеген еді. Нұрланның бейнесін көз алдына алып келсе болды, күнәһарлық іс жасап қойғандай бетіне қызыл ұялап шыға келетін. Нұрбақтың көзіне шөп салғандай, жан-жағына жалтақтай қарап, ішкі ойын әлдегім оқып, біліп қойып масқараланған жоқпын ба деп, арсыз сезімін бүркемелегендей рай танытатын. Бұрын күйеуі барда айналдында бойын түзеп, үсті басын жинақы ұстап, реңді жүзіне Нұрбақты ынтықтыра түсу үшін енесі байқамайтындай етіп, опа-далап пайдаланып қоятын. Күйеуі өлген соң бұлайша сәнденуін доғарған. Ал Нұрлан сөз салған кезде өзін қайтадан айна алдына отырғызған. Айнадағы бейнесіне барлап көз салған келіншек ақ жүзін әлі әжім шала қоймағанын, реңіне кекселіктің белгілері аз кем тарай бастағанымен, ажары бұрынғы қалпынан соншалықты өзгермеген байқатты, өзді-өзіне көңілі толып, бір серпіліп қалды. Мойылдай қара көздері, жазық маңдайы, қыр мұрыны, әжім айғыздамаған аппақ екі беті кімді де болса бір қаратпай қоймайтындай. Әттең бар сұлулығы уақыт өте келе тағдырдың тозаңына көміліп, қасиетінен айырылып, нәрсіздене бастайтынын айтсаңшы. Мектепте оқып жүргенде құрбыларының арасында ең реңдісі Айман еді. Небір бозбалалар оған жүрек жарды сырларын ақ қағазға түсіріп, бірінен соң бірі жолдап жататын. Бұл тұрған жерде бозбалалар сыпайы, тәрбиелі болып көрінгісі келіп, не болмаса бар өнерін салып, мен осындаймын дегендей өздерін көрсетіп қалуға тырысатын. Сұлу, ажарлы кейбіреулердің өз ортасында паңданып өзгелерге үстемдікпен, тәкаппарлықпен, менсінбеушілікпен қарап, қаздиып қалатыны бар ғой. Ондайлар кеуделеріне өзімшілдіктің қиқар, қисық мінездің кеселін жұқтырып алады. Ал Айманды өзінің табиғатынан ұяң, кіші пейіл, ізетшіл болып өскені. Бетке біткен сұлулықтың арғы жағында әлі балар түйсік болмаса, бәрі де бекер екендігін терең түсінгендігі кекірейтпей, өргөкірек өзін биік санау тәрізді жағымсыз қасиеттерге жолата қоймады. Айнадағы бейнесіне сүйсіне қараған Айман алдағы күндері осы 4 бөлмелі үйде қамалып, бір тоға күйкі тірліктің төңірегінде қазыққа байланғандай айналшықтап шыға алмай өтетіндігін, оған өзінің бел шеше қамданып қойғандығын ойлағанда жүрегі зырқ ете қалды. Іле күйеуімен көңілін білдірген Нұрланның келбетті бейнесі көз алдында көлбеңдеп тұрып алды. Не істеу керек? Осы сұрақты өзіне қойған сәтте әлгі бейнелерді енесінің сұлбасы сырып, санасы сілкініп шыға келді. Тәтті сезімдері кеудесінде тұншықты. Жылады, ызаға булықты. Көзден аққан жас бетін жуып, ажарлы келіншекті одан сайын құлпырта түскендей. Айман есік алдын басып қалған қарды қонышынан кешіп барып, бастырма астындағы тамызықпен бір шелек көмірді үйге алып кіріп от жақты. Үйдегі салқындықты әп-сәтте құрдымға жіберген жылылық Айманды көңілдендіріп жіберді. Енесінің құманына жылы су құйды. Жаңа ғана сырттағы суықтан денесі тітіркеніп, зып беріп ішке кіріп кеткен Айман қайтадан аңсары тысқа ауып, жылы киімдерін, етігін киіп далаға шықты. Қыбыр еткен жан көрінбейді. Тіршілік атаулы қалың қарға көміліп жоғалғандай, салқын таза ауаны құмарта жұтып, тынысы ашылған Айман екі жағына еліктей елеңдеп қаратты. Ешкім қарап тұрмағандықтан еркінси әппақ қарға еркелегендей құлашын жайған күйі жас балаша құлай кетті де, о жақ бұ жағына рақаттан аунады. Аспандағы серей бастаған жұлдыздарға қол соза әлдене дегендей болды. Енесі үйден шыға келіп, мынаған не көрінген деп ұрысып жүрер, әлдегім көріп, жын ұрған ба деп күлер деген қауіп санасына кіріп шықпады. Ол бар дүниені ұмытып, мына кіршіксіз ақ үлпек қармен енді ғана туып келе жатқан бозғыл таңның ерке қызындай ғашықтықпен, көңілмен елжірей елтіп, бір сәтке жалғанның қисынын тауып, қиюластырып тоқылған тікенекті торынан азат болғандай. Еш нәрсе ойлағысы келмеді. Бірақ ойдан қалай қашып құтылмақ? Бұл әншейін шерлі жесірдің бостандыққа, пендешіліктің белін аттап өтіп, белгісіздікке жұтылып кете барсам ғой деп, ешқашан орындалмайтын ойының шаужайына жармасқан түрі еді. Ол екі қолмен үлпек қарды уыстай алып,
оны үрлеп алақанында қалған азғана қалдығын бетіне басты. Осындай қар жауған күндері Нұрбақ екеуі үйден ұрлана шығып, бір-бірін қуалап, қар шашысып, асыр салатын, балаша қызыққа бататын. Нұрбақ қуып жетіп, жерге құлата, қойын қонышына қар тыққылайтын болдау дегенде, ол бұны қапсыра құшақтап, құндақтаулы сәбидей көтерген күйі шыр айналдыратын еді-ау. Ақжаймадай аппақ дүние жалт-жұлт ете сиқырлағанда, бейне бір алтынмен қапталған айшықты сарайдың ішінде хор қыздарының арасындағы ханзададай құрметтің шексіз мұхитын кешіп бара жатқандай боласың. Сезімнің селдете төккен әсем әуезі жүрегіңді аймалап, желпігенде санаңды сан түрлі, сан қилы сұлу ойлар, сұлу көріністер қаумалап, қанаттандырып, серпілдіргенде ұмытылмастай көрінетін ұсқынсыз өткен күн бейнелері ескерусіз ысырылып, бір қалтарыста қалып қоймақ. Бірақ олар қайта бой көрсетіп шыға келетіні өкінішті-ақ. Бәрі де өте шықты. Өмірдің қызығы жартылады деген осы болар бәлкім. Бірі мәңгілікке, белгісіз әлемге жол тартып кете барды. Екіншісі, Айман сәлден кейін ұйқыдан оянғандай селк ете, жан-жағына көз салып еді, ту сыртында енесінің тұрғанын көріп қалды. Ол ыңғайсызданып, бөкебайын түзеп, үсті басының қарнын қағып, мал жайғауға ертерек болса да қораға кіріп кетті. Әншейінде бір сөйлеп қалатын Қалампыр ештеңе демеді. Соңы оқыған Қуат Ахметжан.